Ел ертеңі ұландардың бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, шыншылдық пен қайырымдылықты, рухани және ұлттық байлықты сіңіретін, оларды тұлғалы азамат етіп қалыптастыруда зор үлес қосып, мол еңбек ететінде ұстаздар. Біздің де тұлға болып қалыптасуымызға ұлағатты ұстаздарымыздың сіңірген білімі мен тәлімі орасан зор. Біз өмір сүріп отырған ғасырда мемлекетіміздің экономикасын, әлеуметтік әлеуетін және саясатын, бір сөзбен айтқанда болашақ дамуын интеллектуалды адам капиталы айқындайтыны белгілі. Мемлекеттің интеллектуалды әлеуетінің негізі, бәсекеге қабілеттілігінің басты көрсеткіші сапалы білім, сындарлы ғылым. 10-шы В сынып білім алушылары мектебіміздегі интеллекті мен зияты жоғары, білімді, ізденімпаз жандар. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе деп Сұлтанмахмұт Торайғыров жырлағандай, ғұлама ойшыл дана Абай атамыздан алар үлгіміз бен үйренер тағылымымыз көп. Білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті деп бірінші ұстаз Аристотель айтқандай, білім біздің болашағымыздың жарқын болуының бірден-бір кепілі. Сыныбымыздың оқушылары аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық пән олимпиадаларының, спорттық жарыстарының, байқауларының жүлдегерлері. Ертеңге үмітпен қарау біз үшін өте маңызды. Алған білім мен тәрбиемізді өмірде пайдаланып, Қазақстанның өсіп өркендеуіне өз үлесімізді қосамыз.